Қайырлы күн, құрметті YouTube арнамыздың көрермендері, сіздермен бірге жастар подкасты және де мен Әсел. Бүгінгі подкастта сіздер академиялық ұтқырлық бағдарламасы туралы білетін боласыздар. Сонымен қатар Польшадан жақында ғана оралған біздің студенттеріміздің шетелдегі өмірлеріндегі өткен қызықты тәжірибелері мен өз бастарынан өткізген қызықты сәттердің куәсі боласыздар. Ал ендеше біздің студиямызға келген қонақтарымызбен таныс болайық. Біздің студенттеріміз Алия мен Ардажан, қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма, оқырмандар, көрермендер. Мен Ғазиз Ардажан, Алихан Бөкейхан университетінің дене шынықтыру және спорт мамандығының 3-ші курс студенті болам. Тамаша, ал сіз? Здравствуйте всем, меня зовут Ахметова Алия, я студентка Алихана Бөкейханова, 3-й курс, группа ФК 202. Тамаша. Жалпы енді бірінші сұрағыма көшейін. Осы Польшадағы қаласы, университеті сіздерге қандай әсер қалдырды? Әсерді айтып жеткізе алмаймын. Өте үлкен әсер бізге берді. Польша мемлекеті өте әдемі, өте тарихи, өте көне. Ол жақтың білім жүйесі мүлдем өзгеше. Яғни бір сөзбен айтқанда үлкен әсер қалдырды. Тамаша. Прекрасное впечатление. Большая страна, очень много возможностей. Как сказать, у нас даже в Казахстане отличаются как бы с правилами, странами. Но так скажу, что как бы прекрасный город, прекрасная страна. Всем желаю посетить эту страну. Өте керемет. Жалпы енді сіздердің бастарыңыздан өткен қызықты немесе ұмытылмас сәттер болған шығар, сонымен бөлісе кетсеңіздер. Әрине болды. Айта кететін болсам, біз тағы да Польша мемлекеті емес, басқа да жерлерде болдық, көршілес мемлекеттерде болдық, Чехия мемлекетінде болдық, Прага қаласында, Берлин, тағы да Париж. Өте көп жерлерде болдық. Сол кезде қыздармен жүрген кезде қыздар бір күнде жаяу бір қаланы аралап шығатынбыз. Сол кезде қыздар біраз шаршап қалатын, мен шаршап қалатын. Сол кезде біраз ұрысып, қайтадан одан кейін достасып, сондай қызықты сәттер болды. Кейде тілден қысылған кезде интернет жүйесі ол кезде жоқ болды ғой. Бізде әр мемлекетке барған кезде олардың интернеті өзгеше де, біздің қолымызда интернет түкте болған жоқ. Өзіміз жаяу бір ұрысып аламыз да жүре береміз. Сондай сөйтіп өте қызықты сәттер болды. Тағы айта кететін болсақ, сол оқып жүрген кезде, шетелде жүргеннен кейін өз жерлесінде өз қандастарымды көрген кезде жүрегіне кәдімгідей жүрегін елжіреп сағынғанды сезінесің. Әрине. Самые незабываемые моменты, конечно, в первую очередь учеба, потому что она как бы тоже отличается от наших. Вот, а второе прекрасное впечатление оставило это, когда мы ездили по всей Европе, посетили около 4 стран. Как Ардажан говорил, это Чехия, Берлин, также Париж с Барселоной. У каждой страны своя традиция. Везде все прекрасно, каждую свою изюминка, можно сказать. Вот. Да, действительно, мы бывали и ссорились, и мирились. Без этого никак. Да. Потому что другая страна, когда никого ты не знаешь, только мы всегда втроем постоянно. Да, действительно, ни интернета, ничего, сами вместе за ручку возьмем и потопали. Да, вот такие самые прекрасные, незабываемые моменты. Тамаша. Енді сіздер жалғыз бармағандарыңызға жақсы болған секілді, Сол. Ендеше келесі сұрағым енді оқуға байланысты болсын. Жалпы сіздер Польшаға келгеннен кейін оқушылармен, яғни студенттермен, оқытушылармен қарым-қатынасты қалайынан қалыптастырыңыздар? Қиындық туды ма басында? Нет, вообще было несложно. Учителя доброжелательные, всегда подойдут, всегда помогут вам. Студентами также такая же история, в принципе, студенты восприняли как своих, также с нами и общались, и когда предметы были как бы в практическом занятии, мы всегда вплотенно
Не было такого, то, что мы отдаленные, как бы другая страна все-таки. Нет, нас приняли как своих, мы также и общались, и на мероприятия разных вместе ходили. Вот так. Иә, ол жақтың адамдары өте көңілді, барлығы жылы қарсы алды. Айта кететін болсақ, біз біраз тілмен басында қиыншылықтар болды. Одан кейін сол студенттің балалары бізге көмектесті, өздерінің тілдерін үйретті. Одан кейін тағы да жақын араласа бастадық. Сабақтарда кейде түсінбей қаламыз, түсіндіріп. Жалпы жылы қарсы алды. Андай өздерінше болып, ондай болған емес. Шыны керек, айту керек шындықты. Мұғалімдері да өте керемет, әрдайым бетіне күліп қарайды. Бір қабақтарын түсіргенін көрмедім. Мұғалімдер дос ретінде сияқты сөйлесіп бізбен. Қалжыңдасып. Бір толқында дейсіздер ғой, тамаша, өте керемет қасиеттердің бірі. Жалпы енді осы оқу процесінде сіздерді шабыттандырған қандай оқу процесі өтті жалпы? Енді сіздерді қандай оқу шабыттандырды? Мен өзіме, яғни 11 класс бітіргеннен кейін шетелге барғым келеді, ел көргім келеді деп армандайтын. Яғни мақсат қоятын өзіме. Мен бірінші курс оқып жүрген кезде құжаттарымды тапсырып едім, болмады. Екінші курста тапсырып, әне-міне деп болмайтын шығар деп ойлап жүрген кезде бір күндердің күнінде Ақбота Серікқанқызы, яғни халықаралық бөлімдер звондады. Ардажан, құтты болсын, сен грантқа түстің, барасың ба, бармайсың ба деп. Әрине ондай ойланбастан, иә, барам дедім. Сол мен ел көріп, жер көргім келді. И басқа мемлекеттің мәдениетімен танысқым келді. Сол шабыттандырды. Я также присоединюсь, в принципе. Я не думала никогда то, что действительно я посещу разные страны. Алихан Бөкейханов дал такую прекрасную возможность посетить, получить образование за рубежом. Совсем отличаются, но так классно, с одной стороны. Вот. Я рада то, что, хотя даже эти 3 месяца пролетели мимолетно, но я рада то, что я посетила. И еще рада то, что мне попались такие люди со мной рядом, которые всегда помогут, всегда рядом, всегда поддержат. Тамаша. Жалпы енді осы оқу процесінде жалпы Польшада өткізілетін дәрістер, семинарлар, практикалық жұмыстардың әдістері қандай? Сіздерді қай әдіс енді көбірек ұнады? Айта кететін болсақ, ол жақта көбінесе мұғалімдер студентпен және өздерін бір қалыпты ұстайды. Бір дәрежеде ол қасиеттер өте жақсы ұнады маған. Тағы айта кететін болсақ, тәжірибелік сабақты, яғни практикалық сабақтарды өте көп жүргізеді. Біз лекцияға аптасына 1 рет, 2 рет баратынбыз. Көбінесе спорт залда көзбен көру арқылы, құлақпен есту арқылы, істеп көру арқылы, жасап көру арқылы үйретеді көбісі. Сабақтар солай өте жақсы. Тамаша. Тәжірибемен, иә? Тәжірибелік практикалық сабақтар өте көп көңіл береді. Бізде мысалы 50-50 ғой. Иә. Бірінші тәжірибелік қой, бірінші лекция болып, екінші тәжірибелік болған кезде солай кезек-кезек ауыстырып отырады бізде. Ал ол жақта көбінесе 70% практикаға бөлсе, 30% лекцияға бөледі ғой. Тамаша. Жалпы енді осы оқу барысында енді студенттермен араластыңыздар. Осы студенттерді, яғни біздің студенттермен сол жақтың студенттердің айырмашылықтары бар ма? Ол жақтың студенттері қандай? Студенты ходят свободно. Любой свободной форме, даже не, как сказать, непривычно было им смотреть. Именно у них разукрашены волосы, цветные волосы, одежда. То, что у нас такого не положено, у них положено. Они могут свободно и на пары ходить. И я удивлена была, с одной стороны, когда студенты на пары приходят, например, в шортах, в майках. Я такая,
Ну, у нас такое не положено, Әрине. и такая, не знаю, в принципе. Әрине, Европа біраз мәдениеті бізге қарағанда өте айырмашылығы бар. Киім үлгісінен, сөйлеген сөздерінен, бір-бірімен қарым-қатынас бәрібір де Европа болғаннан кейін айырмашылық бар. Бір сөзбен айтқанда. Тамаша. Жалпы енді осы қандай қиындықтар кездесті басында сіздер оқу барысында болсын, бастапқыда адаптация қалай өтті? Бастапқыда адаптация алғашқы күндер біздің общага, біздің жатақхана қаладан біраз алыс болды да. Сол басында қиыншылықтар тудырды. Одан кейін бір жатақханадан екінші жатақханадан үшінші жатақханаға көшіп, ұялы телефонмен интернет болмады, интернетсіз жүрдік алғашқы апта. Түсінбей басында біраз тілден қиыншылық тудырды, бірақ біз оны жеңдік деп айта аламын. Соңғы 1 ай, 2 ай қалған кезде тілмен еркін сөйлесе бастадық, адамдармен еркін сөйлесе, өзімізді еркін ұстай бастадық. Аса ауыр қиыншылық болмады деп айта аламын. Тамаша. Да, в принципе, присоединюсь. Ясно, да, языки. Вначале да, сложно, а во второй раз именно вот как бы второй месяц, когда пошел, мы уже как бы, да, адаптировались, мы уже как бы этот город Белосток уже как 5 пальцев знали. Просто ходили, как он такой же маленький, как у нас семей, в принципе, ни в чем не отличается. Ходишь и нигде не заблудишься, это раз. Ну да, языки вот выучили, уже начали свободно разговаривать, понимаем людей. Тамаша. Керемет. Жалпы енді келесі сұрағым, осы шетелде жүріп, сіздер өздеріңізге, бойларыңызға қандай жаңа дағдылар мен тәжірибені меңгердім деп ойлайсыздар? Мысалы, не үйрендіңіздер? Ең бірінші тілді үйрендім. Тіл маған әрдайым қажет болады. Екіншіден, сол елдің оқыту әдісін үйрендім. Ол әдісті мен болашақта қолданам. Тамаша. Тағы айта кететін болсақ, мәдениетімен таныстым, мәдениетін сіңірдім. Көптеген музейлерге бардық. Яғни тарихи сәттерді барлығын көрдім, миыма сіңірдім. Ол болашақта керек деп ойлаймын. Тамаша. 100%-ке керек болады. Я соглашусь. Керемет. Енді осыны болашақ өмірлеріңізде қолданам дейсіздер ғой, яғни қандай салада қолданар едіңіздер? Мен бұйырса, нақты нені? Бұйырса мен маман есі болам, мұғалім болам, оқушылармен жұмыс істеймін. Осы маған қалай қарады мұғалімдер, маған не үйретті, сол тәжірибелік, қандай тәжірибе, қандай білім берді. Мен де соны студенттерге немесе оқушыларға алып келем. Мақсат етесіз, да? Мақсат етем. Ну, в принципе, также, когда станем преподавателем, охота действительно добавить именно частичка Европы, именно с преподаванием, подачи материала. Потому что как бы у нас в Казахстане отличается, и студентам, и ученикам очень тяжело. Тем более сейчас новая программа, и это гораздо намного тяжелее понять, как будто детей делать изначально и вундеркиндом. И детей детям это неинтересно. А вот в Европе, для того, что хотя бы мы уже как бы студенты уже взрослые, нам так было интересно, это в каждом практике, каждом лекции проводить игры по тематике, например, даже когда вот лекция проходила у нас, мы прошли, мы записали нужную тему, какая нужна материалы. В конце пары, получается, лекции мы обязательно играем игру Kahoot. Именно на тему, кто на сколько процентов понял тему. Практика, в принципе, также объяснение, показал, изучил, объяснил. Все. Именно вот это я хочу Казахстан чуть-чуть ученикам донести, чтобы было им интересно учиться. Тамаша, керемет. Толықтай келсем, уақыт қалай өткенін байқамай қалатынбыз сабақ кезінде. Әрдайым сергіту сәті болады, ойнату, ойындар болады әр сабақта.
сол жақтың жүйесін бір сөзбен айтқанда керегін алып осында оқушыларға сіңірту керек деп ойлаймын. Тамаша, сәттілік сіздерге. Жалпы енді мәдениетке көшуге, енді сол Польшаның мәдениеті, енді әрине де бағана айтып тұрсыздар, ерекше деп, еркіндік көп деген сияқты, сол үшін тағы қандай ерекшеліктерді байқадыңыздар мәдениет жағынан? Мәдениет жағынан жақсы жақтарын айтайын. Жақсы жақтарын айта кететін болсақ, ол жақтың адамдары әрдайым көңіл күймен, әрдайым позитивті жүреді. Бойындағы денелеріндегі агрессияны мүлдем алып тастайды. Адамдарында агрессия жоқ. Бір ұрысып жатқанын көрмедім, шыны керек. Немесе көшеде машинамен соғысқанын көрмедім. Ол яғни ойлаймын, адам бойында агрессия барлығын алып тастайды, заңды бұзбайды. Сол себепті ондай проблемалар болмайды. Мысалға айтатын болсақ, қазір естіп жатсыздар, Қазақстанда да үлкен проблемалар болып жатыр, кішігірім. Сондайдан қашу үшін адам бойындағы агрессияны алып тастау керек деп ойлаймын. Біздің халық енді қызуғанды ғой. Сол себеп ең бастысы сабырлы болу керек. Сабырлық таныту керек. Ол жақтың адамдары сол сабырлы. Сондай мәдениеттері өте ұнады маған. Қызық екен, тамаша. Толықтай келісем. Қосатында сол бәрін жаңа айтып тастады. Тамаша. Жалпы енді осы академиялық ұтқырлық бағдарламасын мен біздің студенттеріміз бірінші курс болсын, екінші курс болсын, студенттер түскісі келеді, жалпы шет ел көргісі келеді. Сіздердің айтар кеңестеріңіз қандай сол студенттерімізге? Айтар кеңесім, әр адам өз-өзін дамыту керек. Яғни дамытқан кезде оқу керек. Білімге салынған уақыт, білімге салынған қаржы, ол әрдайым ақталып шығады. Яғни шетелдің мәдениетімен танысыңдар. Өмірде өмір қысқа ғой, сол қысқа уақыттың ішінде барлығын көріп шығуларыңызға совет беремін. Шетелде Европаның білімі өте жақсы, сол себепті әрине жақсы өз-өздеріңізді дамытасыздар, бір сөзбен айтқанда. Сол себепті баруға кеңес беремін. Тамаша. Я советую студентам, если у вас есть цель, идите к цели, никогда не сдавайтесь. В первый раз не получилось, значит, второй раз получится. Вот, самое главное, изучайте языки, изучайте точнее языки, это самое главное. А также карта, география тем более нужна, когда нету ни интернета, у вас ни карты, ничего абсолютно не работает. Открыл карту, посмотрел, прошелся. Вот самое главное, вот. Главное, идите цели, никогда не сдавайтесь, у вас всегда все получится. Вот. Қазірден бастап тілді қолға алу керек. Дұрыс. Тіл керек. Ең бастысы тілді білсең, еркін сезініп, еркін жүресің. Тамаша. Менің ойымша бұл өте орынды кеңес. Жалпы рахмет сіздерге бүгінгі алтын уақыттарыңызды бөліп біздің студиямызға келіп, осындай құнды ақпараттармен, қызықты оқиғаларыңызбен бөліскендеріңізге, сіздерге алдағы уақытта сәттілік тілеймін, және де осы оқуларыңызды сәтті аяқтауларыңызға да тілектеспіз. Ал құрметті көрермендер, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.